Сәлем достар, сіздермен бірге мен Сабина. Бүгін біздерде мектепке аутфит киімдерге обзор және де образдар, соның барлығын бірге құрастыратын боламыз. Ендеше кеттік. Мен уже бірінші образда тұрмын. Бірінші образ бізде осындай обычный шалбар. Мындай. Және де тенниска, бірақ с длинными рукавами. И обычная зипка, укороченная. То есть, был образ, знаете, когда вот лень была, твой азами трасын, таңертең, и прям одеваться, вот это все, хочешь быстро-быстро собраться и кетіп қалуға. Осындай вот ленивый образ, считайте. Осындай обычный киім. Так, келесі бізде тағы бір образды көрсетемін. Екінші уже. Достар, бұл менде уже екінші образ. Бұл жақта менде тек қана пиджак өзгерді, то есть зипка өзгерді пиджакқа. Осындай обычный образ, тоже более ленивый, но сдержанный. Осылай. Келесі бізде үшінші образ болады. Так, келесі бізде үшінші образ. Самый легкий, классический, белая рубашка и штаны клеш. Сейчас покажу. Мен орысша сөйлеп кетіп жатырмын сондықтан. Осындай штаны клеш, белая рубашка. Рубашканы мен үстіп заправила, қайырып қойдым. Осындай әдемі образ шықты. Келесі бізде төртінші образ. Бізде төртінші образ алдыңғы шалбар. Және де ерекшесі бұл образда корсет рубашка. Осындай әдемі аутфит. Такой бұл какое-то мероприятиеға баратын сияқты. Үстіне тағы пиджак киіп алуға болады. И так будет прям классик. Так, келесі бізде бұл бесінші образ. Үшінші образға ұқсайды негізі. Жай рубашка и штаны, но бұл жақта шалбар өзгеше. Бізде басқаша, үшінші образда тоже басқаша болды. Осындай тез-тез киініп шығу үшін арналған образ. Осындай легкий, удобный. Осындай шалбар. Придется вот так вот просто вам показать. А келесі бізде осындай образ с юбкой, с кардиганом. И тут не только тенниска болала, тағы рубашка да кие аламын мен. Бірақ қазір тенниска киіп отырмын, өйткені теннискамен тоже әдемі көрінеді. Осындай әдемі, такой милый образ болып шықты бізде. Юбкамен бірге. Осындай. Неке достар, біздің келесі образымыз бұл пиджакпен бірге, пиджак және юбка. И тенниска, ну то есть тут не только тенниска ғана болады, и және де рубашка да бола алады. Осындай образ. Такой вроде милый, но и такой строгий сияқты. Неке достар, біздерде осындай образдар шықты. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Лайк басып кетіңіздер, тіркеліңіздер, комментарияда жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. 1 сентябрь жақсы өткізіңіздер.